Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 114-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есепте бізде ғарышкерлер берілген. Осы ғарышкерлердің ішіндегі Тоқтар Әубәкіровтің және Айдын Айымбеттің ұшу ұзақтықтарын сағатпен өрнектейміз. Ал Талғат Мұсабаевтың ұшу ұзақтығын тәулікпен өрнектейміз. Бір тәулікте 24 сағат болғандықтан 7 тәулікті 24-ке көбейтеміз. Оған мына 22 сағатты қосамыз. Сонда бізде барлығы 190 сағат шығады. Тоқтар Әубәкіровтың ұшу ұзақтығы 190 сағат болған. Мына жерде де тура сондай. 9 бен 24-ті көбейтеміз, өйткені бір тәулікте 24 сағат бар. Оған 20 сағатты қосамыз. Сонда 236 сағат шығады. Бұл Айдын Айымбеттің ұшу ұзақтығын сағатпен өрнектегеніміз. Енді Талғат Мұсабаевтың ұшу ұзақтығын тәулікпен есептейміз. Әуелі оның барлық ұшқан кездегі ұшу ұзақтықтарын қосып алайық. Мінекей 3 мәрте ұшқан, оны қосқанда бізде 339 тәулік 56 сағат шықты. 339 тәулік 56 сағат. Енді бізге берілген тапсырма осыны тәулікпен өрнектеуіміз керек. Демек, сағатты тәулікке айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат болғандықтан біз 56 сағаттың ішінде 24-тен неше рет бар екенін анықтаймыз. 2 рет бар. Демек, 52 сағатта 2 тәулік және 8 сағат қалады. 2 тәулікті мынаған қосамыз. Сонда бізде 341 тәулік 8 сағат болып шықты. Бұл Талғат Мұсабаевтың жалпы ұшу уақыты. Екінші есепте өрнекті баған түрінде жазамыз да оны есептейміз. Бұндай есептерді біз алдыңғы сабақтарда шығарғанбыз. Соған сүйеніп бұл тапсырманы орындап тастаймыз. Үшінші есепте әуелі есептеп аламыз, сосын дұрыстығын тексереміз. Енді осының бір-екеуіне тоқталайық. Баған түрінде орындап алайық. 14-ті 3-ке көбейтеміз. 3 жердегі 4-ім 12, бірі ойда, 3 жердегі 1-ім 3, ойдағымен 4. Демек 42 сантиметрге тең. Енді дұрыстығын тексеру үшін 42-ні 3-ке көбейтеміз. Бөлеміз. Онда баған түрінде есептеп көрейік. 2 сан шығады 2 таңбалы. 4-тің ішінде 3 бір рет бар. 2-ні қасына түсіреміз. 12-нің ішінде 3 4 рет бар. Көбейткенде 12-ке тең. Мәні 14 сантиметр шықты. Тура осындай тәртіппен басқа өрнектерді де шығаруға болады. Төртінші есепте құрылымы күрделірек теңдеулер берілген. Ондай теңдеулермен де біз бұрын кездескенбіз. Сондықтан шығару жолын білеміз. Бұл жерде әуелі амалдарды орындап, күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Сосын қарапайым теңдеуді шешу бізге жеңіл болады. Бұл теңдеуде теңдіктің оң жағын ықшамдаймыз. Ықшамдағанда бізде 15 шықты. Қарапайым теңдеу. 15-ті 9-ға көбейтіп аламыз. Мінекей баған түрінде көбейттік. 9 жерде 5-ім 45, 4 ойда. 9 жерде 1-ім ойдағымен 135. Демек, біздің x-іміз 135-ке тең. Ары қарай тексерсек, 15 пен 15 тең шықты. Келесі теңдеу. Бұл да соған ұқсайды. Бұл жерде теңдіктің оң жағын азайту амалымен ықшамдаймыз. 91 шығады. Y-ті табу үшін 91-ді 7-ге бөлеміз. Оны баған түрінде бөліп алдық. Ол 13-ке тең екен. Тексердік. 7 мен 13-тің көбейтіндісі 91-ге тең, 100 мен 9-тың бөліндісі 91-ге тең. Екеуі бір-біріне тең.
келесі теңдеу тура сондай. Оң жағын ықшамдағанда бізде 72 шықты. Ол үшін біз оны баған түрінде көбейттік, мінекей мына жерде. Сосын x-ті табу үшін 72-ден 4-ті азайтқанда 68 шықты. Ары қарай тексердік. Бесінші есепте өрнектерді баған түрінде жазып есепте деген. Бұндай тапсырмалар бізде алдыңғы есептерде болған, сондықтан біз бұған көп тоқталмаймыз, оны өз бетінше орындауға болады. Алтыншы есеп. Қорапта болды, қызыл бөлшектер, көк бөлшектер, жасыл бөлшектер тіркестерін пайдалана отырып, сызба бойынша есеп құрастыру керек. Мінекей сызбамыз да суретіміз де дайын. Осы есепті құрастырып көрейік. Қораптарда 25 қызыл, 39 көк, 27 жасыл бөлшектер болды. Олардан 44 бөлшекті алды. Сонда неше бөлшек қалды деген есеп құрастырдық. Осыны шешіп көрейік. Ол үшін әуелі біз болған қораптардың сандарын қосамыз, барлығын тауып алу үшін. 25, 39 қосу 27. Енді одан алынған бөлшекті алып тастаймыз әрине. Сонда бізде жақшаның ішінен 91 шығады. Одан 44 азайтсақ, 47 бөлшек қалды. Бөлігінде осы есептің деректерін пайдаланып, сұрағын өзгертіп, қайтадан есеп құрастыр деген тапсырма берілген. Енді сол есепті құрастырайық. Мінекей. Қораптарда 20 қызыл, 32 көк, 25 жасыл бөлшектер болды. Одан бірнеше бөлшекті алған кезде 50 бөлшек қалып кетті. Сонда қораптардан неше бөлшек алынды деп өзгертеміз. Енді осы есепті алдыңғы есептегідей шығарамыз. Ол үшін үшеуін қосамыз. Және одан 50 бөлшекті алып тастаймыз. Сонда бізде жақшаның ішінен 77 шығады. Одан 50-ді азайтсақ, 27 бөлшек алынған. Жетінші есепте бізде өлшем бірліктер берілген. Оларды келесі өлшем бірлігімен өрнектеп шығуымыз керек. Яғни бос орындарды толтырамыз. 215 сантиметр берілген, оны метрмен сантиметрмен өрнектедік. 5 метр 90 сантиметрді сантиметрмен өрнектесек, 590 сантиметр шығады. 7 метр 1 дециметріміз 71 дециметр шығады. 20 сантиметрді миллиметрмен өрнектегенде 200 миллиметр. Өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. 240 минутты сағатпен өрнектейміз. 4 сағат шығады екен. 1 сағатта 60 минут болғандықтан мұнан 60-ға бөлеміз. 4 сантиметр 2 миллиметр дегеніміз 42 миллиметрге тең. 8-ші есеп. Ұзындықтары 15 миллиметр, 4 сантиметр 1 миллиметр, 29 миллиметр, 62 миллиметр болатын кесінділер сыз, ең қысқа кесінді, ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екендігін анықта. Осы кесінділердің ішіндегі ең қысқасы мен ең ұзынын анықтаймыз. Қысқасы, ең ұзыны. Енді осы қысқасы ұзынына қарағанда қаншалықты қысқа екенін анықтау үшін азайтуымыз керек. Көптен азды. 62 миллиметрден 15 миллиметрді азайтамыз. Сонда бізде 47. Сонда мына кесіндіміз ұзын кесіндіден 47 миллиметрге қысқа екен. 9-шы есепте теңдіктер тура болатындай етіп, тиісті жерге жақшаларды қойып шығуымыз керек. Мына жерде 74, 23, 47 шығу үшін. Біріншісінде жақшаны мына жерге қояйық. 6 шығады. 12-ні 6-ға бөлсек 2-ге тең. Мына жерде 72, 72-ге 2-ні қоссақ 74 шықты. Келесіде мына жерге қояйық жақшаны. 72-ні 12-ге қосқан кезде 84 шығады. 84-ті 4-ге бөлсек
21. 21-ге 2-ні қоссақ 23 шықты. Келесіде мына жерге қояйық жақшаны. Әуелі жақшаның іші орындалады. 20 шығады. 9 бен 20-ны көбейтсек 180. 180-ді 4-ке бөлсек 45. 45-ке 2-ні қоссақ 47 шықты. Менің видеом пайдалы болған болса, мені қолдап, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.